Тойбастар тәттілерін жасап, айына миллиондаған табыс тапқыңыз келе ме? Видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақстанның күнгейінде орналасқан Шымкент қаласының тұрғыны Айдана Сейсенбекова бүгінгі таңда өтімді өнім түрін өндіріп отыр. Бар жиған тергенім тойға шашылсын деп тілейтін қазағыма тойға шашу ретінде ұсынатын тойбастарды тәтті түрінде ұсынады. Яғни зефирден, маршмеллодан, имбирден пряниктер жасап шығарады. Үйлену тойы, сүндет той, құдалық, ұзату тойы, мерей той, сырға салу, құрсақ шашу, жалпы ұлтымыздың қандай қуанышына болса да өнімі дайын. Іскер келіншек ресейлік франшизаны Қазақстанға алғаш алып келгендердің бірі. Сондықтан да болар тауары өте өтімді. Тапсырыстың көптігінен тіпті екі ауысыммен жұмыс істейді. Әу баста балконда басталған бизнестің бүгінде тасы өрге домалап тұр. Оңтүстікте жылдың қай мезгілі болса да той тоқтаған емес. Тойшыл қауымға ұсынатын тойбастардың ерекше түрі бүгінде аса сұранысқа ие болып отыр. Бізде имбирчик. Бізде осындай зефиркалардан жасалған, маршмеллодан жасалған фигуркалар жасаймыз, және де имбирный пряниктен тойбастар жасаймыз. Бұны басында біз ең біріншіде франшиза болады. Франшизаны көріп жүріп, менің мамам бізге осындай ұсыныс тастады. Тәттілер осындай Қазақстанға алып келсек, Россияның екен негізі. Осындай бастап көрсек, тойбастар ретінде ұсынсақ деп. Сол кезде сол франшизаны алды. Шымкентке көшіп келдік. Біз Астана қаласында тұрғанбыз негізі. Астанадан Шымкентке осы жұмыс бабымен көшіп келдік. Көшіп келген жылы біз квартирада енді басында бәрі күшті